Өзінің қандай күйге душар болған Еркебұлан абақтыға апарған күні түсінді. Ол кірген камерада неше түрлі адам бар екен. Статьясына сәйкес, бұны да кісі өлтірген, ұрлық істеген, бұзықтықпен кесілген, қоғамның кілең қалдықтары отырған бөлмеге кіргізген. Бұған дейін үнемі сыпайы оқыған таза жанды, адал тілектегі жастар арасында болып келгендіктен, бір сәт өзіне сұқтана қараған ұры көзді, тікенек сақалды кісілерді көргенде Еркебұлан шошып кетті. Бұрын Алматының Жасыл көшесінде жолдастарымен ойнап күліп, еркін жүрген кездерінде, егер оған бір бөлмеде осыншама қара ниетті адамдар бар десе, өмірінде сенбес еді. Ал бүгін, бірақ осының бәрі қара ниетті ме? Мүмкін өзі секілді жамандыққа төтеп беремін деп бақытсыздыққа кездескендер де бар шығар. Әсіресе Еркебұланға ертеңіне бұның қоп-қою қап-қара дудар шашын, өсіп қалған құндыздай жылтыраған тығыз мұртын теп-тегіс қырдырып тастатып суретке түсіргені қатты батты. Ал мұны есте қалса жұлдыз не дейді? Әке-шешесінің бетіне қалай қарайды? Әкесінің бұның сотына келген көзімен көрмесе де, қай жерде отырған қандай күйде екенін жүрегімен сезген. Бірақ бұрылып қарауға дәті жетпеген. Ал шешесінің келетініне де сенген. Жалғыз баласын көрмей үйінде отыра алмайтынын да білетін. Еркебұланды бір көру оның қазіргі ең үлкен арманы екені де бұған аян еді. Сонда да ол шешесін мұндай күйде көргісі келмеген. Қай бетімен оған қарай алады? Әйтеуір тағдыр мұны аяды ма, кім білсін, шешесі қатты ауырып қап келе алмады. Шешесінің келмегені бұған қандай жеңілдік, қандай бақыт. Ол өзін суретке түсірген күні ешкіммен де сөйлескен жоқ. Дүние бұған мәңгі қараң қалғандай, үн-түнсіз қабағы кіртиіп жүдеп келді де, нарына көтеріліп теріс қарап жатып алды. Болған оқиғаны бастан аяқ ойлай бастады. Жолдасы Қайназар көз алдынан кетпей қойды. Әсіресе алдыңғы күнгі сот алдында оның жауап берген түрі әлсін-әлсін елестей берді. Кенет Еркебұланның есіне осыдан 2 жыл бұрын болған бір әңгіме түсті. Ол институтты бітіретін жылдар еді. Екеуі Москвада Твер бульварында кездескен. Соның алдында бұлар құрылыс отрядтарымен жаз бойы тыңда болған. Сол күні екеуінде құрылыс отрядында жұмысты жақсы істегендер үшін құрмет грамотасымен наградтаған. Олар Твер бульварындағы орындыққа қатарласа отырған. Екеуінің де көңілі көтеріңкі еді. Әсіресе мақтау қағаз алғанына Еркебұлан мәз-мейрам болатын. Істелген еңбектің бағаланғаны бір ғанибет іс қой. Еркебұлан осылай деп түсінетін. Және бүгін әке-шешесін қуантпақ боп хат жазған. Хатында Қайназардың грамотын алғанын айтқан. Кенет Қайназар: жалпы қылмыстың абақтыға салу, ал ерекше еңбек сіңірген адамға орден, медаль, не грамота тәрізді мақтау қағаз беру дұрыс емес деген. Жоқ, қателесесің, деді оған жауап беріп Еркебұлан. Қылмыстыны жазалау ертеден бар. Тіпті қазақ тәрізді көшпенді көне елдердің өзінде де зындан тәрізді жаза орны болған. Бұл абақтының алғашқы болмысы. Ал ерлік істеген, не өзгеден өнері асқан адамды құрметтеп қарау, тарту, не мал-мүлікпен енші бөлу, бұл да ескіден келе жатқан ғұрып. Мысалы, ежелгі Грецияда, Римде қаһарманның мойнына лавр гүл бумағын кигізген. Бұл да қазіргі орден, медальдардың арғатасы. Дәл осы уақытта бұлардың қасынан кеудесі орден мен медальға толған Ұлы Отан соғысының бір ардагері өткен. Мына кісіге ше, осынша орден, медальдарды неге берді дейсің, деп сұраған Қайназар. Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерлігі үшін. Былайша айтқанда кісі өлтірген үшін ғой. Еркебұлан ашулана қалған. Ол соғыс ардагерлерін ерекше қадірлейтін. Әсіресе ерлік көрсетіп, жұртына әйгілі болған адамдарға деген оның сүйіспеншілігі, махаббаты орасан үлкен еді. Кеудесіндегі наградтарына қарағанда, жаңағы жандарынан өткен адамда сөз жоқ, сондай ардагерлердің бірі. Ал Қайназар болса: сен не айтып отырсың, деді Еркебұлан жолдасына өкпелей. Ол өлтірсе кісіні емес, фашист өлтірді. Жерімізді таптап, жұртымызды қырған, қасымызды өлтірді. Қайназар Еркебұланның сөзін бөліп жіберген. Жаңағы өткен ардагердің өлтіргеннің бәрі фашист, бізге қас адамдар екен сен қайдан білесің, деген. Ал ол сол адамдардың ішіндегі бізді жақпайтын бір адал жанды өлтірген болса қайтесің? Жазықсыз бір адамды өлтіру 100 жазықты адамды өлтіруден ауыр екенін білмейсің бе? Қазір Еркебұланның есіне жолдасының осы сөзі түскен. Кеше ғой Қайназар солай сөйледі. Жазықсыз бір адамды өлтіру, жазықты 1000 адамды өлтіруден ауыр күнә деді ғой. Ал сонда жазықсыз адамды 2 жылға соттау жеңіл күнә болғаны ма?
Иә, Қайназар мені қылмысты санаған ғой, сондықтан да ара түскісі келмеген сияқты. Ол қайтадан бульвардағы оқиғаға көшкен. Сонда сен не демексің? Соғыстың аты соғыс емес пе? Қарсы келген жауыңның кімнің жазықты екенін, кімнің жазықсыз екенін қалай айыра аласың? Деген Еркебұлан жолдасына ренжи қарап. Міне, менің ойыма жаңа жақындап келесің, деген Қайназар. Әрине өзіңе қарсы шыққанның бәрі жау, кімнің ішінде сана сезімінде не жатыр, сөз жоқ, айыра алмайсың. Сондықтан қарсы шепте кім тұрса, соны өлтіруің керек. Өйткені сен оны өлтірмесең, ол сені өлтіреді. Міне мәселе қайда жатыр. Бір жолдастар келіп, екеуінің сол күнгі таласы аяқталынбай қалған. Қазір Еркебұлан осы бітпей қалған әңгіменің аяғын ойлауда еді. Жалпы ерлік көрсету тек өз басын қорғаудан тумайды. Әрине, бұл себепті мүлдем алып тастай алмайсың. Ерліктің негізі мейлі соғыста болсын, не еңбекте болсын, тегі отанын, жер суын, еңбекті сүюден, өз басының ар-ұятын таза сақтаудан жаратылады. Бұл Еркебұланға анық еді. Сондай-ақ қорықпай істеген істің ерлігіңді ақтайтын, халықтың көкейіне қонатын, не соның мүддесіне жарайтын іс болсын. Міне, өзі қорықпады, ержүректік көрсетті, жападан жалғыз бір топ бұзықтармен айқаса кетті. Ақыры не шықты? Мейлі бұзық болсын, біреудің жалғыз баласын өлді. Өзі сотталды, қорықпастығынан, ержүректігінен не тапты? Жоқ, ажалдан жолдасын құтқарды. Олар көп екен деп бұл қорқып алмады. Егер бұл араша түспегенде Қайназардың жер басып жүруде екіталай емес пе? Иә, солай. Мас дүлейлердің оны аямайтыны хақ еді ғой. Сот үкімінде бұның әрекетін өз басын қорғаудан туған деп тапты. Расында солай ма? Бұл жолдасын қорғаймын деп төбелеске араласқан жоқ па? Сөйтті ғой. Сол сәтте бұл ана бұзықтар маған да жабылар деп ойлады ма? Жоқ, әрине. Барлық бәле жолдастық деген борыштан шықпады ма? Сөйткен жолдасы, мейлі, оның алдында менің арым таза. Ал өзінің ары жайында Қайназар өз ойласын. Еркебұлан тағы ойланды. Ал егер Қайназардың орнына ана бұзықтар бөтен біреуді тепкілеп өлтіргелі жатса, бұл араша түсер ме еді? Танымайтын адамда нем бар деп өз бетіне кете берер ме еді? Жоқ, әрине, бәрібір араша түсер еді. Бәрібір олар көп екен деп қорқақтық көрсетпес еді. Өйткені бұл кім болса да адам атаулыны жақсы көреді ғой. Жақсы көре тұра оны қалай қорғамайды? Ал Қайназарға ашық айтпаса да, жау да, дос та бәрі де адам. Адамды өлтіру болмайды дейді. Бұл пацифиста. Сонда өзінікі не? Жаңа ғана кім болса да адам аттыны жақсы көрем деген жоқ па? Расымен өзі де, Қайназар тәрізді, жау да, дос та бәрі де адам. Адамды өлтіруге болмайды демек пе? Жоқ, тіпті олай емес. Кенет оның есіне сонау түндегі катчелге асып қойған бала жігіт қайта түсті. Сол асулы тұрған жігітті аяп, сол күні Еркебұлан, шіркін-ай, осы жігітті өлтіргендердің көздерін ұстап алып осылай асар ма еді? Деген еді ішінен. Сөйдеген. Ал қазіргісі не? Жоқ, адам бар да, адамға жау бар. Сонау бала жігітті өлтіргендер сол адамның жаулары. Егер сол жауыңды өлтірмесең, ол сені өлтіреді, отаныңды аяғымен таптайды. Мұндайда аяушылық болмауға тиісті. Еркебұланның ойы қайтадан бөтен арнаға ауды. Жақсы, сен осы принциптің адамсың. Сондықтан жолдасыңды қорғаймын деп төбелеске араластың. Ақырында өзіңе қауіп туған шақта өз басыңды қорғаймын деп біреудің жалғыз баласын өлтірдің. Сонда бұны қалай дейсің? Сенің ерлігің өз басыңды қорғаудан туғаны ма? Жоқ, тіпті олай емес. Мен өз басымды қорғап, оны өлтірген жоқпын. Ал оның өлімі кездейсоқ өлім. Оның қарақұсының ұрылуына себепкер болсам да, мен айыпты емеспін. Сондықтан Нұғыманның өлімін байқамағандықтан болған деген сот үкімі маған ауыр. Бірақ ауыр болғанмен де дұрыс. Маған 2 жыл берсе, ол өлім фактісі үшін берілді. Қастық істемесе де, кісі өлген қастыққа әлдеқалай себепкер болған үшін берілді. Енді амал жоқ, бұл ауыртпалықты мойныммен көтеруім керек. Бірақ бұл 2 жылы біздің заманымызда тым ұзақ мезгіл ғой, көп дүние өзгерді. Кенет Еркебұлан сұп-сұр болып қала. Жұлдыздың маған деген махаббаты да өзгере ме екен? Жоқ, ол мүмкін емес. Қазір Еркебұланның ойына жұлдызды жоғалтып алғаны кірмеді. Ғашығы дәл қасында отырғандай көрді. Қиялы кенет өткен күндерге шарықтап, осыдан 6 ай бұрын сөйлескен бір сөзін есіне алды. Біздің осы махаббатымыз өмірлік болса екен, деген Еркебұлан жұлдыздың ернінен сүйіп. Жоқ, мәңгілік болуын тілеймін, деген қыз. Оған сен шыдайсың ба? Шыдаймын, өлгенше сені есімнен шығармаймын. Естен шығарма ол аз. Онда мәңгілік тек сендік боламын. Ант іш десең ант ішемін. Жоқ, мен онсыз да саған сенемін. Еркебұлан үнсіз күрсінді.
Қуаныш үстінде сенгенде сүйгеніңнің сөзіне бүгін қайғы үстінде неге сенбейсің? Адам баласының көңілі үнемі осылай құбылмалы ма? 10 күннен кейін әкесі келді. Екі ұрты суалып сүзектен тұрғандай әбден жүдеп қалған. Еркебұланды маңдайынан сүйіп, бір иығына қолын сала қатарласа отырды. Апам қалай көке? Деді Еркебұлан басын жерден көтермеген қалпында. Қазір көтеріліп қалды, деді Асығат. Бүгін саған менімен бірге келем деп еді, жоқ жерден үйде авария болып шыға алмай қалды. Баласын жүдетпейін деп бұл сөздерді әкесінің ойдан шығарып отырғанын әрине Еркебұлан бірден түсінді. Егер жүруге жарайтын болса, апасы бұған келмей шыдап отыра алмас еді. Еркебұлан абақтыда жатқанда ол бейшара авария түгіл үй өртеніп кетсе де құстай ұшып жетпеспеді. Әрине ол қатты сырқат. Бірақ Еркебұлан әкесіне олай емес істемеді. Оқасы жоқ, келесі жолы келер, деді Еркебұлан. Ол ауыр күрсінді. Абақты анасының баласын іздеп келер жер ме? Білемін, сіздерге де оңай соғып жатқан жоқ. Бірақ амал қанша, шыдап бағыңыздар. Сосын даусын бәсеңдетіп сыбырлай сөйледі. Шамаларыңыз келсе, кешіре көріңіздер. Сіздерді мен бұлай ренжітемін деп едім. Бізді қойшы, деді әкесі көтеріле сөйлеп. Сөйтсе де Еркебұлан оның үнінен шаршағандықты, амалсыздықты сезді. Тек өзіңе берік бол. Ер жігіттің басынан не өтпейді? Бұның бәрі де бір күнгідей болмас, әлі ақ ұмтылар. Әкесінің бұған жігер бермекші боп көтеріле сөйлеп отырған Еркебұлан тағы түсінді. Әрине солай ғой, дұрыс айтасыз деп басын изеумен болды. Бұ да әкесінің көңіліне қарайды. Ал Асығат сөзін жалғай түсті. Айтпақшы, жоғарғы сотқа мен де арыз бердім. Не жайында? Өзімнің ел жұртыма өткізген еңбегімді айтып, сенің ақ ниеттігі адал жігіт екеніңді, бұрын сотталмағаныңды, жолдасына болсам деп мұндай күйге ұшырағанды тілге тиек етіп, сені ақтауларын не сот үкімін шартты түрге көшірулерін сұрадым. Білмеймін, сот бұған көне қояр ма екен, деді Еркебұлан тұнжырап. Қайтыс болған жігіттің әкесі бір үлкен қызметтегі адам көрінеді. Маған аз жыл берді деп ренжіп жатыр, дейді қорғаушыларым. Әкесі сабырлы үнмен жауап берді. Ол солай, ол кісінің де қайғысын қаһарын түсінуге болады. Жалғыз баласынан айырылып отыр ғой. Бірақ сенің әдейі істемегеніңді, баласының жанарынан өзіңді қорғаймын деп қимылдағаныңды біле тұра, егер сот саған көбіректеу жыл берсе, өлген баласы тіріліп кететіндей, неге соншама тітірене қалғанын түсінбеймін. Адам қайғыда да әділетті болу керек. Өлген бір баланың орнына өлмеген екінші баланы неге құрбан етпек болады? Бұдан қайғысы жеңіл дей ме? Әлде бізді де өзінде ұзақ жыл қасіретті жүрсін дей ме? Сонда оның қайғысы бітетіндей көре ме? Ол кісінің қылығын ұқпадым. Және оның үстіне баласының араққа салынып кеткен жан аямас бұзық екенін бұрыннан да білетін көрінеді. Сөйте тұрып, саған қатал үкім шығаруын тілейді. Бұл не? Өзгелерді аямағаны ма? Дүниенің бәрінде өз басының қайғысымен ғана мөлшерлегені ме? Ештеңесіне түсінбедім. Демек онымен барып сөйлестім. Бірақ соңынан барғаныма өкіндім. Көңілімді жаман қалдырды. Бәсе, өзімде солай деп ойлап едім. Баласын тым жақсы көретін сияқты. Баланы өлгеннен кейін жақсы көру, ол кешегін жақсы көру. Баланы ең алдымен тірісінде жақсы көру керек. Жақсы көрудің ең үлкен белгісі баланың дұрыс адам болуына көмектесу, оны дұрыс тәрбиелеу. Есіңде бар ма, кішкентай кезіңде өзіңді менің бір қатты ұрысқаным? Мен саған Мәскеуден бір пар коньки әкеп бергем. Сен менің әкемменен ештеңе де аямайды деп мақтанғың келді ме? Өзіңмен бірге ойнап жүрген көрші балаларға менде осындай 3 пар коньки бар деп жалған айтқаның. 3 пар коньки бола тұра бізге біреуін де бергісі келмейді деп серіктерінің өкпелегені. Сараңдығың үшін кейбіреулер ұрмақта болған сені. Сонда мен саған неге өтірік айттың деп қатты ұрысқам. Өмірде шындық қана адамның сергек екенін түсіндіргем. Сен әрине маған ұрыстың деп өкпелегенсің. Бірақ кейін бірде-бір жалған сөзге барған емессің. Әрине мен сені жақсы көрмесем, сенің кімшілігіңді ойламасам, сондағыдай қатты ұрыспас едім. Балалық деп қоя салсам, әрине сен жолғыдай жыламас едің. Бірақ мақтанып өтірік айтуыңды қоймас едің. Ондай суайттық тіпті әдетке айналып кетуі де мүмкін. Өлген адам туралы жаман айтуға болмайды, бірақ шындық деген ештеңеге қарамайтын әділ төре бар. Ана ойламаған жерден қаза тапқан бала дер кезінде әке-шешесін дұрыс ақыл алмаған. Ерке болып өсіп ойынан не келсе соны істеген. Ақырында сол бетімен өскендік, дұрыс тәрбие алмағандық, оны маскүнемдікке, бұзықтыққа апарып соқтырған. Үлкен орындағы әкесі бұны біле ме? Әрине біледі. Оның білгеніне де көп болған, бірақ кешігіп қалған. Сорлы қатты өкінуде болар. Оған сөз бар ма? Өкінуден бөтен онда тағы бір жаман қасиет бар екен. Жұрт баласын мұндай күйге жеткізсін өзі
дейді. Мұндай айып оған батады. Тіпті орнымда отыруыма да оның зияны тиеме деп қорқады. Ал саған көп жыл берсе, әрине оның баласының өліміне сенің айыпты екені анықталады. Жұрт алдында оның күнәсі жеңілденеді. Сонда ол менің қастандық істегенімді есепке алмай ма? Деді Еркебұлан қинала. Менің жас өмірімді қор етемін деп ойламағаны ма? Қалқам, ол солай. Асығат мұңайды. Тек өз басының қызығын, өз абыройын, өз дәрежесін ғана ойлайтын адамдар өзгенің бақытсыздығымен санаспайды. Басына түскен ең ауыр қайғыдан да өзіне жеңілдік іздейді. Сол себептен де мен ол кісінің дәрежесімен санаспадым. Саған жеңілдік сұрап, жоғарғы сотқа арыз бердім. Жоғарғы сот әділетті шешім алды. Істің барлық жағдайын талдап тексеріп кеп, баланың бұрын сотталмағанын және қастандық істемегенін себеп етіп, оның әкесінің өтінішін жерге тастамады. Еркебұланды 1 айдан кейін абақтыдан босатты. Төменгі соттың берген 2 жылын шартты түрге айналдырды. Әрине Еркебұлан абақтыдан құтылғанына іштей қуанды, бірақ осы оқиға онсыз да жаралы жанына ауыр таңба салды. Әсіресе бұның ойын Қайназардың қылығы қатты толқытты. Абақтыдан шығысымен ол ескі жолдасымен кездесіп, одан түсінік сұрамақшы болды. Бірақ бұл кезде Қайназар Алматыда жоқ еді. Ол тағы да Бийскіге командировкаға кеткен.